Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен бизнес арнасы, бұл интернеттен ақша табарынан канал. Достар, егер де арнайы тіркелмесек тіркеліп, осы видеоға лайк басып, сонымен қатар видео деген вкладкада керемет схемаларды көріп өтсеңіздер болады. Ал мен осы видеомды бастайын. Достар, сіздерге бүгін мен осындай керемет инвестициялық ботты көрсететін боламын. Оның аты CarInvest деп аталады. Бұл жерде яғни ақша табу үшін, яғни инвестиция саламыз. Қарап отырсаңыздар, менде уже покупка 1000 рубль салып қойғанмын. Енді бұл жерде автомобильдер алу ғана қалды. Ең бірінші бұл жерде пополнить деген батырманы басасыздар. Способ пополнения PR арқылы жүреді. Немесе админге айтып, Каспийден немесе Кивиден салсаңыздар болады. Бірақ вывести платформасы только осы PR арқылы. Минимальный сумма 10 рубльден. Енді автосалон деген батырманы басып көрейік. Бұл жерде магазин деген батырманы басамыз. Міне ВАЗ 21.0-ден, міне 8-ші уровень, Lamborghini Huracan дегенге дейін бар екен. Бірақ бұл жерде мен қазір алып көрейін. Так, 200 рубльдік. Я осыны алып көре салайын. Бірақ сперва купите предыдущий авто деп тұрады. Яғни біріншісінен бастап аламыз. Купить деген батырманы басамыз. Одан кейін тағы купить дейміз. Мне успешно купил. Купить. Міне ақшам жетпеді. Міне 500 рубльге дейін өстіп, 1000 рубль салып, ақша тапсаңыздар болады. Енді көрейік, бұл жерде қайтадан басып, автосалон деген батырманы басамыз. Мои автомобили. Міне менде уже 380 не жинал қапты осындай. Бұл жерде қарайтын болсаңыздар, подарок, заправка деген секілді тұрады. Подарок деген батырманы басамыз. Міне маған подаркке осындай 21.07 5 рубльдік машина яғни сыйға тартты. Ол үшін для получения подарок подписчитесь на канал VIP плата дегенге тіркелу қажет дейді. Яғни проверить подписку деген батырманы басамыз. Вы получили подарок деп шығып тұр. Енді заправка деген батырманы басып көрейік. Бұл жерде қарайтын болсаңыздар, вы обмените на рубли на бензин дейді. Жоқ, бензинді рубльге аударуымыз қажет дейді. Бұл жерде минимальный 1200 бензин 1 рубль тұрады екен. У вас бензин 589 дейді. Бұл жерде 50% яғни покупка кетеді, 50% балансқа кетеді. Сөйтіп шығарып отыра берсеңіздер болады. Личный кабинет деген батырманы басамыз. Міне уже менде на покупки 320 рублей уже қалыпты. Яғни мен қалған автомобильдерді сатып алсам болады. Менде 7 недей бар. Мой автомобили деген жерден жағын деген көре аласыздар. Сонымен қатар реинвест деген батырма арқылы доходтарыңызды көбейте аласыздар. Енді гараж деген батырманы басып көрейік. Міне, ты пока еще не состоишь в гараже, ты можешь либо создать его сам, либо дождаться, пока кто-то тебе пригласит дейді. Бұл жерде цена создания, которая может содержать в себе 10 адамға дейін 65 рубль дейді. Создать гараж деген батырманы басайық. Видите название для вашего гаража дейді. Так, өйстіп жаза саламыз, гараж создан дейді. Міне гараж деген батырманы басайық. Менде уже гараж бар. Бұл да личный доход акпилетаныдан бөлек. Управление гаражом, пополнить баланс, топ гаражей, статус битвы деп тұрады. Міне одан кейін жерде друзья деген батырманы басып, қарайтын болсаңыздар, партнерский программа адам шақырғанға 0,45 рубль береді. Сонымен қатар 10% достарыңыздың пополнениясынан алып отыраласыздар. Мысалға мен 1000 рубль салсам, 10% 100 рубль, яғни менің досыма кетеді деген сөз. 5% баланс для покуп и для вывода дейді сонымен қатар. Міне осы ссылканы скопировать етеміз, досымызға жібереміз, ол спонсорларға тіркеліп, старт басып, яғни кәдімгі обычный инвестботтар құсап ақша таба береді. Міне достар, осылай способ арқылы біз ақша таба алады екенбіз. Достар, сонымен қатар менің телеграм каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Бұл жерде мен төлеп жатқан телеграм боттарды, сайттарды, сонымен қатар интернеттегі инвестициялық платформаларды көрсететін боламын.
Достар, сіздермен болған мен Казбизнес арнасы. Бұл интернеттен ақша тауып орындалатын канал. Егер де арнайы тіркелмесеңіздер, тіркеліп осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.